Сәлем достар, бүгінгі жасалатын тағамымыз, яғни балға асқабақтың дәнін қосамыз. Бұның емдік қасиеттері бар. Бұны қазір айтатын боламыз. 0,5 баклажкідегі балымыз. Оны жылы жерге қойып, шамалы сұйықтатып аламыз. Өйткені дәнмен араластыру үшін дәнді ондай тартқыштан өткізіп аламыз. Қол тартқышта болса бола береді. Егерде қол тартқышта болмаса, онда марлыға салып, сыртынан ұрып езгілесе де болады. Осы екеуін езіп алып, қазір бір ыдысқа банкіге араластырамыз. Ары қарай емдік қасиеттерін қалай пайдалану керек екенін айтатын боламыз. Неге дәнді тартып болдық, өте майда қылып, әдемі тартып тұр. Енді үстіне балды құйып, балды жылы жерге қойсаңыздар, осындай сұйықтау болады. Осыны араластырып, барлығын қазір банкіге салып көрсететін боламыз араластырғаннан кейін. Мінекей достар, 0,5 балымызбен 400 грамм дәнімізді машинкадан өткізіп, дайын қылдық, араластырып, банкіге салып қойдық. Мінекей крышкасын жауып, салқын жерге 0 градусқа сақтайсыздар. Холодильникке салмайсыздар. Ауа температурасы 0 градуста болу керек. Қоңыр салқын, бөлме салқынымен болса болады. Күнде, әбетте, кешке 1 қасық, ас қасықпен 1 қасық, тамақтан кейін жарты сағат, 1 сағат кейін жейсіздер. Содан кейін артынан жылы стаканмен 200 грамм стаканмен су ішесіздер. Суды көбірек іше берсеңіздер болады. Бұның емдік қасиеті бауыр ауруына, қан тамыр жүйелерінің барлық жолдарына, өтке бәріне жақсы. Бұл асқабақтың өз тұлабойымен барлығы ем. Бұны қазір дәндерін аптекада да сатады, базарда да сатады. Сол емдік қасиеті болғасын біз үйге осылай жасап қойып жатырмыз. Үй жағдайында барлығыңызды осылай дайындасаңыздар болады. Мына балымызды сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.